Ассаламу алейкум, кадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері. Көкпардан ересектер арасындағы Қазақстан Республикасының 17-ші чемпионаты Алматы қаласында жалауын желбіреткен. Сол чемпионат барысындағы кезекті ойындарда сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бүгінгі бәсекеде Астана қаласының құрама көкпар командасы мен Атырау облысының Нарын көкпар командасының арасындағы бәсекені тамашалауға ниеттіміз. Бүгінгі екі команданың да әлеуеттері өте жоғары. Нарын көкпар командасы соңғы жылдары ерекше қарқынмен танылып жүрген құрамалардың бірі. Астана қаласының құрама командасы да кезінде Аманжол Хасенов бастаған топпен біраз көкпардың алаңында атой салған өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, әуелі Нарын көкпар командасын таныстыра кетейік. Бірінші нөмірде Ералы Тойчиев, екінші нөмірде Рауан Жарменов, үшінші нөмірде Төлеген Күмпейсов, төртінші нөмірде Алтынбек Ибрагимов, бесінші нөмірде Ағабек Бердіқұлов, алтыншы нөмірде Нұрболат Бөлеген, жетінші нөмір Серік Қарагөзиев, сегізінші нөмір Мейірбек Болысбек, 9-да Әділхан Уайдашев, 10-да Алмат Жүнісов, 11-де Жасылым Айтбай, 12-де Мейіржан Жарменов. Ал Астана қаласының құрама көкпар командасының тізімі сіздердің алдарыңызда тұр. Бірінші нөмірді бастайтын Қуаныш Рысмағамбетов, екінші нөмірде Рүстем Мақұлов, үшінші нөмірде Данияр Галинуров, төртінші нөмірде Владимир Киль, Владимир Александр Пупенканың інесі, ұлттық құраманың мүшесі Керімжан Бекбасаров, бесінші нөмірде 6-да Нартуған Серкебаев, 7-де Ерлан Қанапин, 8-де Арслан Қабжанов, 9-да Жұмат Құнанбаев, 10-да Азамат Хасенов, 11-де Бауыржан Айтмағамбетов, 12-де Жанболат Қыздарбек. Ал төрешілермен де дәл қазір өздеріңіз көрдіңіздер. Ортадағы төреші көкпардан Қазақстан Республикасының 9 дүркін чемпионы Нұрдәулет Момынов. Қапталдағы төрешілер, яғни Нұрдәулет Момыновтың көмекшілері деп айтсақ болады, Бейбіт Салмаев, Ғани Нұржанов және Ырыскелді Байтасов. Қызылорда, Алматы және Қостанай облыстарының төрешілері. Ортадағы төреші Жамбыл облысынан Нұрдәулет Момынов. Әдеттегідей қос команда жігіттері бір-бірімен сәттілік тілескеннен кейін дәл осылай туларын тігет және өз туларына қарай серке тартуды сәлден соң ортадағы төрешінің сықырғынан кейін бастайтыны белгілі. Ал бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Қызықты жақсы ойын болады деген сенім мол. Олай болса міне басталды. Алғаш болып серкеге еңкеген сәттің өзінде екінші нөмірдегі бұл спортшының аттан ауып түскенін, атымен бірге құлағанын көрдіңіздер. Қазір аттың аяғы кішкене ыңғайсыз жатып қалған екен, бірақ аяқтан кеткен дәнеңесте жоқ. Жүгеннен тартып қайта тұрғызып алды. Көкпардың ерекшелігі де осы, арғарай ойын қайта жалғаса береді. Нарынның жігіттері серкені тақымға басып алды. Қараңыздар, қандай тартысты бәсеке. Мәреге Нарынның жігіттерін жақындатпай жүрген Астананың қорғанысы да өте мықты. Көкпар алаңының тура жиегінде жатыр қазір. Ортадағы төреші ойынды тоқтатқан екен. Көкпар алаңының жиегінде жатқан серкенің берекесі болмас дегендей болды. Мейірбек Болысбек пен Арслан Қабжановтың арасындағы жекпе-жек. Екі команданың да киімдерінің түстері бірдей екенін аңғарып отырсыздар. Бірақ біреуінде Атырау, біреуінде Тұлпар деп жазылып тұрған жайлары бар. Арслан Қабжанов қазір Астана қаласының ойыншысы серкен тақымға басып алды. Астындағы қарагерімен енді шабуылға жөнелуге тиісті. Командалық әріптесіне серкені ұзатып жатқан сәтті көріп отырсыздар.
Ай, әттеген ай. 3-ші нөмірдегі Данияр Галинуров серкені алғаны сол еді. Аты тағы да сүрініп кетті. Қараңызшы, көрдіңіз бе? Ең шыққан сол еді, ат сүрінді де Данияр Галинуров аттың үстінен сыпырылып түсіп қалды. Осы сәтті Нарынның жігіттері, Атыраудан келген ағайындар жақсы пайдалануға тиіс еді, бірақ оны көре алған жоқпыз. Сонымен қадірлі көрермен, Атыраудың Нарын Көкпар командасының жігіттері қазір 3 адам болып өнер көрсетуде. Қараңыздар, қандай керемет ойын. Серкені өз тақымына басып алды. Бұл Нұрболат Бөлеген болуға тиісті. Салым болуға шақ қалып тұр, тура мәре сызығының үстінде, және бұл салым өте тамаша, қадірлі телекөрермен. Өте керемет салым болды. Рауан Жарменов, қадірлі көрермендер, бұл салымның авторы 2-ші нөмірдегі Атырау Көкпар командасының ойыншысы. Бір 1989 жыл туған көкпаршы Рауан Жарменов, оңтүстік Қазақстан облысында туған, астындағы Торы дейтін тұлпарымен алғашқы есепті ашып, атыраулықтарды алға оздырды. Көкпар алаңының сыртына қайта шығып кеткен сәтті көрдік. Серкенің 2-ші нөмірдегі Астананың Рүстем Мақұлова серкені тақымға басып шыққан сол еді, бірақ атыраулықтар қарсыласты ойын алаңының сыртына шығарып жүрген жайы бар. Арслан Қабжанов пен Мейірбек Болысбектің арасындағы жекпе-жек. Арслан Қабжанов қайтадан серкені өз тақымына басып алды. Қою көк түстегі Астананың жігіттері екенін айта кеткеніміз жөн шығар, ардақты ағайын. Өздеріңізге де түсінікті болады. Бірақ Арслан Қабжановтың тақымындағы серкеге талас көп, нәтижесінде жерге түсіп қалғанын көрдіңіздер. Енді кімнің қосқан шабандозы ілгіш, соның жолы болайын деп тұр. Негізі жекпе-жек салымның жартысы ғой, қадірлі телекөрермен. Бірақ оны дұрыс пайдалана білу керек. Арслан Қабжанов серкені тақымнан басып шығарғаннан кейін ортадағы шеңберден өзінің командалық әріптестеріне серкені ұзатуға тиісті еді. Оны жақсы орындады, бірақ атыраулықтардың күші басым болып тұрғанын байқап отырсыздар. Серкені орта жолдан жұлып өз тақымдарына басып алуға дайын тұр. Нарыннан келген нарқасқалар. Қазір міне Астана қаласының жігіттерінің кезекті бір шабуыл нәтижесі аяқталатын секілді. Серке ойынның сыртына шығып кетті. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болмақ. Қазір таңда, қадірлі телекөрермен, еліміздің барлық өңірінде деп айтуға келмейді, бірақ көптеген аймақтарда, облыстарда ұлттық спортқа ерекше көңіл қойылып жатыр. Қазіргі таңда осы Павлодар, Қостанай облыстарынан, Шығыс Қазақстан облыстарынан бөлек аймақтарда көкпардың деңгейі өте тамаша, қарқынды дамып келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы мен Жамбыл облысын айтпаса да түсінікті. Одан бөлек Алматының облысы да, қаласы да ұлттық спорттың ұлықталуына септігін тигізіп жүрген облыстардың, аймақтардың бірі. Осы батыстың
үш аймағы да Атырау болсын, Ақтау болсын, Оралы болсын, Ақтөбесі болсын, 4 аймағы да қазір таңда көкпардың ешқандай бәсекелерінен, жарыстарынан қалмайды. Міне соның нәтижесін көріп отырмыз. Дәл қазір қатарға қайта қосылды астаналықтарда біраз уақыт. Көкпармен арасын суытып алған жайлары бар еді, бірақ осы чемпионатта қайта көріп отырмыз бұл команданы. Сондықтан көкпар бәсекесі дәл осындай жігіттердің арқасында дами беретінін ескерсек, онда бұларға әрбір өңірдің басшыларының тарапынан қолдау көрсетіліп жатқаны бұл заңдылық, қадірлі телегөрермен. Солай болуға да тиісті. Өйткені бұл ұлттық спорт, ұлттың қуаты, елбасы айтқандай. Және рухани жаңғырудың қазіргі таңдағы әмбеге аян саясаттың ең негізгі ұстанымдарының бірі осы көкпар, қадірлі телегөрермен. Міне қазір Нарынның жігіттері, өздеріңіз көріп отырсыздар, Сарықасқамен, Ақжал айғырмен мәреге қарай шауып баратқан сәтін, бірақ Астананың жігіттері қорғаныста қандай тамаша өнер көрсетіп жатқанын байқап отырмыз. Серкен жұлып алуға шақ қалып тұр. Ай, шіркін-ай, міне Азамат, 5-ші нөмірдегі Керімжан Бекбасаров. Серкені тақымына басып алып, шауып бара жатқан сәтті көріп отырмыз. Серкені дұрыс баспаған сияқты, тек бір сирағынан ғана басып отыр, қадірлі телегөрермен. Серке ойынның басында түсіп басқа шет. Қазір ағарып кетті ме деп отырған шығарсыздар, қадірлі телегөрермен. Бұл жерде бұл кәдімгі жасанды серке. Түсінікті болу үшін айта кетейік, сөге көрмеңіздер, муляж деп айтады. Осы муляжбен қазір алғашқы ойындардың бірін Мейірбек Болысбек, Рүстем Мақұлов жекпе-жекте сарапқа салып жатқанын көріп отырсыздар. Мұндағы негізгі себеп, өздеріңіз жақсы білетіндей, әлем чемпионаты өтті Қазақстан Республикасында. Тұңғыш рет көкпардан. Сол кезде осы муляжбен ойналған болатын, жасанды серкемен. Бүкіл әлемдік жануарларды қорғау ұйымы бар, қоршаған ортаны қорғау ұйымы бар, солардың шешімімен әрине. Осының нәтижесінде қазір Қазақстан құрамасының сапында өнер көрсететін жігіттер болғандықтан бұлардың да арасында кезінде, яғни дәл осы құрамда жоқ десек те, бұған дейін болған. Одан кейін еліміздің ең мықты қос командаларының арасына кіргендіктен осы муляжбен алғашқы ойындардың бірін ойнап көрді. Қараңыздар, қандай тамаша. 7-ші нөмірдегі Ерлан Қанапин жалғыз өзі атының ұшқырын қараңызшы. Бұл салым болуға тиісті. Жоқ. Серке саналды ғой деймін жалпы. Бірақ мәре сызығының жегіне тиіп қалған сыңайлы. Қазір көрейік қайталаудан. Кішкене алыстан көрсетіп тұр. Нарынның жігіттері бірден алып кеткен екен. Бұл жерде де расымен де анық көрініп тұрған жоқ, оны айта кетуге тиістіміз. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов бұл шабуылды нәтижелі салым деп есептеген екен. Нәтижесінде Ерлан Қанапиннің еншісінде бір салым жазылды. Тиісінше есеп теңесті деген сөз. Қадірлі телегөрермен, Ерлан Қанапин Астана көкпар командасының сапында 7-ші нөмірде өнер көрсететін айта кеткеніміз дұрыс. 1989 жыл туған, астындағы тұлпарын Бурабай деп атапты. Осы Ақмола облысының тумасы. Есепті бірде-бірге жеткізіп отыр. Серік Қарагөзиев пен Арслан Қабжановтың арасындағы кезекті жекпе-жек.
Серік Қарагөзиев бұл Арслан Қабжановты жеңе алмай жатқанын көріп отырсыздар бағанадан бері. Осы жолы басқа шағырынан келем деп Серік Қарагөзиев барынша аттың екпінін қосып талпынғанымен Арслан Қабжанов сонда да Серкені бірінші болып жерден көтеріп алған жайы бар. Қазір міне талас жүріп жатыр. Қанша дегенмен есеп тең. Екі команданың жігіттері де жан беріп жан алып ойнайтындай жағдайда тұр. Өңшең намысты, шабысты тұлпарлары бар, намысты жігіттері бар. Осында екі команда екеуі де. Серік Қарагөзиев пен Рүстем Мақұлов шыққан екен бұл жолы. Серікке біраз мүмкіндік бар ма деп едік, бірақ Рүстем де осал ойыншы емес екенін көрсетті. Рүстем Мақұлов өз жекпе-жектен алғаннан кейін ары қарай шабуыл жалғастырып кетуге қауқарлы шабандоздарының бірі екенін айта кеткен жөн. Бірақ екі команданың әлеуеті теңдетіп қой. Соның дәлелін көріп отырсыздар. Осы сөзімізде бір қисын бар ағай. Өйткені ойыннан аңғарылады. Серке бірде Астананың, бірде Атыраудың жігіттері тақымдап кетіп жатқан жайы бар. Қазір міне атыраулықтар қайта күшіне енгендей боп Серкенің тақымға басып жүр. Тағы да Рауан Жарменов Серкенің тақымына басып алған. Иә, салым қадірлі телегөрермен. Нұрдәулет Момынов ортадағы төреші. Бұл шабуылды да салым деп түйді, және бұл салымның авторы, яғни басқа спорттың тілімен айтқанда жалпы дубльдің авторы бұл Рауан Жарменов. Оңтүстіктің топырағына онап өскен, 6 жасынан ат жалын тартып мініп, ауыл аймақтағы көкпар тойлардың баршасында қатынасып өскен палуан тағы бір салымның авторы атанып, есепті 2-1-ге еселеп кетті. Өте тамаша Серкені жерден жұлып кеткен болатын, бірақ өкінішке қарай ойын алаңның сыртына шығып кетті. Серік пен Арсланның арасындағы жекпе-жек бір Серікке мүмкіндік бермеді ғой Арслан шіркін-ай. Қай жағынан келсе де әйтеуір алдап соғып Серкені өз тақымына басып алады. Екеуінің арасындағы таласты қараңыз. Қазір жерден көтерген еңбек менікі деп Арслан Қабжанов тақымға басқысы келеді. Қала берді, қашанғы өзің басарсың, бізге де берсеңші дегендей Серік Қарагөзиев те Арсланның тақымындағы Серкеге жармасып алған. Бірақ қалыңды да басталып кетті ортадағы алаңнан шыққаннан соң. Демек енді кімге нақты бұйырары бұл жерде белгісіз болады. Атпен қорғана жүріп қағып-қағыпта Арслан Қабжановтың тақымынан Серкені түсіруге болатын нарынның жігіттері сіз бен бізден өте жақсы біледі. Ортада қайтадан жекпе-жек болады. Жалпы екі команданың күштері, деңгейлері теңдей дәрежеде болса, онда жекпе-жек үнемі өте көп болатыны белгілі жағдай. Серік Қарагөзиев пен бұл жолы Рүстем Мақұлов шыққан екен. Ой, шіркін-ай, Рүстем астындағы ақбоз атымен қандай тамаша ортадағы Серкені алып кеткенін көрдіңіздер. Атыраудың жігіттері қайта басты. Ералы Тойчиев болуға тиісті. Сонымен дәл мәренің үстінде қалай болар екен? Ортадағы төрешінің шешімі бұл салам. Өте тамаша. Міне қалың дода, бәсеке, Ералы Тойчиев қадірлі
телекөрермен бұл салымның авторы атанып отыр. Нарын мен Астана арасындағы ойынның бірінші кезеңі өз мәресіне жетті. Есеп 3-1. Нарын көкпар командасы алды. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл Атыраудың Нарыны мен Астананың құрама көкпар командалары арасындағы бәсеке Қазақстан Республикасының 17-ші чемпионатының аясында өтіп жатыр. Әрине, іріктеу кезеңдер екенін түсініп отырған шығарсыздар. Өз топтарында бірінші, екінші, үшінші орынға таласып бағуда. Қараңыздар, қандай тамаша шабуыл астаналықтардың тарапынан, алайда Серке ойын алаңының сыртына емес, мәре сызығының сыртына шығып кетті. Енді ортада жалпы командалық тартыс болады. Әдемі мүмкіндікті астаналықтар жіберіп алған сәтті көріп отырсыздар. Есептің салмағын азайтуға, көрсеткішті қысқартуға мүмкіндік бар еді. Астаналықтар осындай әдемі сәтте олқылыққа орын берді. Атыраулықтар мұндайды кешірім екен, көрейік, кешірмесіне кешірмейтін сияқты ғой, қадірлі телекөрермен. Серкені өз тақымдарына басып қарымта шабуылға шықты. Міне мәренің үстінде бұл осындай қалың доданың арасынан тастап кететін шеберліктері көп еді атыраулықтардың. Көрейікші, сүйреп алып келеді Серкені. Шіркін-ай, не деген мықтылық, аттың да күшті болып тұрғаны ғой сонда. Командалық әріптестері барынша жағдай жасап бағуда. Төрешінің әзірге салым дейтін белгісі болған жоқ. Әлде болса тақымда тұр Серке. Сәл ғана жағдай жасаса болғаны, бұл салым болайын деп тұр. Және салам, қадірлі телекөрермен. Өте тамаша. Атыраулықтар есепті одан сайын еселеп бара жатыр. Ағабек Бердіқұлов 1994 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған. Палуан. Ағабек сонау Сарағаштан шыққан жігіттердің бірі. Серкеге талас. Атыраулықтар кезекті тағы бір шабуылды ұйымдастырды. Қараңыздар, дәл мәренің қасынан өтіп кеткен сәтті көрдік. Осындайда шіркін баяғыда қазандық ойын кезінде Нұрдәулет Момыновтың бір адамның үстінен асырып тастаған булиті есімізде. Осындай қатты жылдамдықпен шауып келе жатқан кезде сондай бір әдістерді күтетініміз жасырын емес әрине. Бірақ сәл ғана шеберлік жетіспей жатқан секілді. Оның үстіне сәтте түспеген шығар. Мейірбек Болысбек Рүстем Мақұловтан мерейін асыруға талпынды және сол талпынысына жетті. Мейірбек Болысбектің тақымындағы Серке болған, бірақ 7-ші нөмірдегі міне Астана қаласының ойыншысы Ерлан Қанапин ойынға араласып кіріп кеткен екен. Жекпе-жек аяқталмай ортадағы шеңбердің ішіне басқа жекпе-жектен тыс ойыншының кіруіне болмайтын жақсы білесіздер. Соның нәтижесінде қазір Қаранарға кетті. Бұл салым болуға тиісті. Асықпай келді, аптықпай тастады. Атыраулықтар есепті еселеп жатыр қайта-қайта. Мейірбек Болысбек астындағы тұлпары шал деп атаған екен. Шалғырсқа десе де жарасатындай ақ.
есеп 5-1. Енді Астананың жігіттерінің жетіп алуы бұл есепке бейғай бұл дүние. Атыраудың адуынды палуандары арқырап қамшы салып аттарына шауып жатқанын көріп отырсыздар. Бұл да тамаша бір салымның есі шығып тұрғанын көріп отырсыздар, қадірлі телекөрермен. Және салым ешқандай қорғаныссыз жеке дара шауып келіп Атыраудың тағы бір палуаны Ағабек Бердіқұлов Атырау дейтін тұлпармен есепте еселеп 6-1-ге жеткізіп берді. Жалпы Ағабек Бердіқұлов жаңа оңтүстіктің Сарыағашынан шыққан палуан дедік қой. Әулиеатаның Жамбыл облысының Әулиеатасының жастар құрамасының сапында өнер көрсеткен. Жасөспірім кезінен, кішкентай кезінен осы Нұрдәулет Момыновтың қолында өскен бала. Қазіргі таңда осы Атырауға барып, 1-2 жыл трансферлі болғанмен өнер көрсетуде. Жалпы легионер дейтін дүние бар, өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан барлық аймақтың жігіттері бір-бірімен ойын өрнегін көрсетуге болады. Өйткені клубтық жүйе бірақ қазіргі таңда қадірлі телекөрермен осы чемпионаттан кейін Ағабек Бердіқұлов Әулиеата құрамасына қайта оралатын секілді. Ол әрине алдағы уақытта бапкерлердің, осы клуб жетекшілерінің, команда басшыларының ұйғарыммен шешілетін дүние. Серік Қарагөзеев қазір Серкені тақымға басып жүрген. Ай шіркін ай, әдемі күреңді бұрып қалғаны сол еді. Бірақ астаналықтар аттың екпінімен келіп қарсыласты ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Әйтпесе атты әдемі ойнатып келе жатқан еді Серік Қарагөзеев. Ештеңе етпес, тағы да бір мүмкіндік туары белгілі. Мейірбек Болысбек пен Арслан Қабжановтың арасындағы жекпе-жек. Арслан Қабжановтың осындай жекпе-жек өнеріндегі шеберлігіне тәнті болмайтын қазағаз өзі. Расымен де жоқтан бар жасап жүрген балуан. Данияр Галинуров Серкені өз тақымына басып шабуылға шыққан. Данияр Галинуровтың астындағы торы тұлпар мәреге жеткізер ме екен? Жоқ, Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Мейірбек Болысбек, Рүстем Мақұлов арасындағы кезек жекпе-жек. Жоқ, Арслан Қабжанов шыққан екен, қадірлі телекөрермен, кешірім сұраймыз. Арслан әлде Серкені өз тақымына басып жүр. Кім алар екен менен дегендей. Міне Ерлан Қанапин Серкені тақымға басты. Ерлан Қанапиннің тораты мәреге келген сәті және бұл тамаша салым, қадірлі телекөрермен. Қазір қайталап көріністінде көреміз. Ерлан Қанапин бұл салымның авторы. 1989 жылы Ақмола облысында туған, Бурабай дейтін тұлпармен Астананың қоржындағы 2 салымның да авторы атанып отыр. Өте тамаша. Шеңберде жатқан Серкеге қайта талас өріп кетті. Жаңа ғана бірінші таймның аяқ жағында жасанды Серкемен ойын өрнегін көрсеткен жігіттерді көріп едіңіздер. Әрине ол тесттік жаттығу секілді осындай үлкен чемпионаттарда қосып көрейік деген ниеттен туған дүние. Сондықтан қазір қайта шын Серкеге қайта ойысқанын көрдік. Міне бұл салым болуға тиісті. Жоқ. Салым жоқ. Я бірінші тастағаннан түсу керек еді, екінші мүмкіндік әрине болмайды. Әттеген-ай, әйтпесе Атыраудың Жасұлан Айтбайы әдемі келіп еді.
бірақ асығып жіберді, тура мәренің үстіне тұрған кезде. Мәренің үстінде асықпау керек. Тағы да Атыраудың жігіттері, қараңыздар, Серкені қалай жерден еңкейіп алып кетіп жатқанын. Алмат Жүнісов, қадірлі телекөрермен, бірақ бұл да салым емес секілді. Жоқ. Салым жоқ, өйткені Серке мәре сызығының жиегіне тиіп жатыр. Алмат Жүнісов әдемі шығып еді. Өзі жап-жас балуан. Небәрі 22 жаста бүгінгі таңда. Ортадағы шеңберде жатқан Серкеге жалпы командалық талас әлде жүріп жатыр. Екінші кезеңдегі ойын өрнегі бірінші кезеңге қарағанда одан сайын қыза түскенін байқау қиын емес. Екі команданың да қарқындарына қарқын қосып, екінші бір тыныстар ашылғандай күй кештіріп жатқан жайы бар. Міне қараңыздар, атты қалай ойнатады. Міне Алмат Жүнісов, бұл ашықтан ашық, және бұл салым болуға тиісті. Иә, сала, қадірлі телекөрермен, Алмат Жүнісовтың орындауында, қадірлі атыраулыға қайын. 1995 жыл туған Тортөбел деп атаған екен астындағы айғырын. Алмат Жүнісов осылайша тағы бір керемет салымның авторы атанып отыр. Астындағы атын қалай қозғалтады, қалай басын бұрады. Көрдіңіздер ғой. Міне ойнату деген олса, шеберлік деген олса, әйтпесе жап-жас балуан, талант деген де осы болса керекті. Түбінде ұлттық құраманың сапына шығатындай мүмкіндігі бар жігіттері бар. Арслан Қабжанов қайта шыққан секілді. Жоқ, Данияр Галинуров шыққан екен Ералы Тойчиевке қарсы. Кімнің мерей үстем болады екен? Екеуі де сақа ойыншылар, тыс қаққандар. Ералы Тойчиевтің астындағы жиренді. Қалай сырт тастады Бозат пен Данияр Галинуров. Міне мүмкіндік, өте тамаша. Атыраудың балуандары бірден тартса кеткен. Алайда Данияр Галинуров Серкені бере қоятын жігіттердің қатарын емес тұғын. Әттеген ай, ойын алаңның сыртына шығып кетті. Әйтпесе астаналықтар үшінші салымның авторы атанушы. Арслан Қабжанов, Мейірбек Болысбек. Екеуі де 8-ші нөмірдегі қос команданың сайып қырандары. Аттың алқымында қалды Серке, өткен екі жақтан екі балуан тартып жатыр. Арсланның тақымына түсті. Ерлан Қанапин сол тақымдағы Серкені алуға тырысқан. Ең үздік шабуылшылардың бірі міне Ерлан Қанапин. Серкені тай шіркін ай, тақымға басып үлгере алмай қалды. Міне, қазір тақымға басты. Енді қайта ойналып соққан сеңдей. Ерлан Қанапин айналып кеп шабуылды қайта бастауға тиісті. Бөрігіде түсіп қалған екен басынан. Бұл тамаша салым болар мекен, көрейік. Әлде болса мәренің үстіне тастағай алмады.
Қанапиннің ерланы серкеден айырылып қалған жайы бар, қадірлі телекөрермен. Тиісінше атыраулықтар кезекті бір шабуылды бастап кетті. Ералы Тойчиевтің тақымында болуға тиісті. Ай, шіркін ай. Салым бекен, иә. Төреші бұл шабуылды да нәтижелі деп есептеген екен. Ералы Тойчиев 1980 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған Ақжайық дейтін тұлпарды тақымдаған тізгіндеген шабандоз. Осылайша атырауықтардың кезекті салымын жазып отырады. Иә, бәсеке өз мәресіне жетті. Екі командаға берілген 40 минут осымен тәмам. Атыраудың жігіттері Астанадан келген шабандоздарды ойсырата жеңгенін көрдік. Тәжірибенің аты тәжірибе, чемпионаттың аты чемпионат. Осындайда байқалады. Қуаныш Рысмағамбетов әдем алып жатыр еді туды. Бірақ әттеген ай, салынбаған серке сияқты бұл да ойқастай қиыс кеткенін көрдік. Өте қызықты тартысты бәсекенің куәсі болдыңыздар, қадірлі телекөрермен. Келесі ойын еліміздегі ең айтулы командалардың бірі Жамбылдың Әулиеатасы мен Алматының Үшқоңырдың арасында өрбейді. Сондықтан көкпар бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Қазспорт телеарнасы әрбір шаңырақта қосулы тұрсын дейміз. Аман сау болыңыздар.